Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті көрермендер. Бүгін біздің арнады бейнежазба Қызылорда қаласында сол жақ жағалауда орналасқан заманауи теннис орталығы жөнінде сөз қозғамақпыз, ақпарат бермекпіз. Және бұл бейнежазбамызда бізде қол үстел теннисінің шығу тарихы жөнінде ақпараттар береміз. Сол себепті бейнежазбамызды үзбей көріңіздер. Қызылорда қаласында үстел теннисі спортына арналған жаңа орталық ашылды. Бұл нысан қала күні мерекесі қарсаңында 2024 жылдың 1 қазанында пайдалануға берілді. Орталықтың ашылуына облыс әкімі Нұрлыбек Дәлібаев, Самұрық Қазына басқарушы директоры Ғибрат Оғанов, облыстық үстел теннис федерациясының төрағасы Абзал Ералиев және басқа да зиялы қауым өкілдері қатысты. Ғимараттың сипаттамасы жалпы алаңы 3651 шаршы метр квадрат құрайды. Құрылыс құны 2,5 миллиард теңге облыстық бюджеттен және 900 миллион теңге Самұрық Қазына траст қорынан. Нысанның мүмкіндіктері: үстел теннисінің мүмкіндіктері 16 үстел теннисі орнатылған, көрермендерге арналған орындар 350 орындық трибуна, жаттығу залдары мен әкімшілік бөлмелер бар. Қызметкерлер саны 31 адам жұмыс жасайды. Теннис орталығының мақсаты мен маңызы: орталықтың ашылуы Қызылорда облысында үстел теннисі спортының дамуына жаңа серпін берді. Қазіргі таңда облыста 15 мыңға жуық адам тенниспен тұрақты түрде айналысады. Жаңа орталық спортшыларға заманауи инфрақұрылыммен қамтамасыз етіп, олардың халықаралық және республикалық жарыстарда жоғары жетістіктерге жетуіне ықпал етеді. Қосымша қазіргі теннис орталығының қалай қызмет жасап жатқан туралы ақпарат беріп өтетін болсам, күнделікті жұмыс аптасы күндері қызмет жасайды. Атап айтсақ, қала тұрғындары үшін 1 сағат құны 2000 теңге, ал қосымша доп, ракетканы тұрғындардың жеке қажеті үшін бөлек төленеді. Ескертпе: спорт залға кірме спорт екінші ауыстыратын аяқ киімнің болуы міндетті. Жеңілдіктерді айтатын болсақ, көп балалы аналарға және зейнеткерлерге 30%, ал мүмкіндігі шектеулі жандарға 50% жеңілдіктер қарастырылған. Теннис орталығы туралы ақпаратты біз үстел теннисінің тарихы жөнінде жалғастырсақ. Сіз үстел теннисінің қайда, қашан пайда болған білесіз бе? Бұл жай ойын ба, әлде әлемдік спорт па? Бүгін біз үстел теннисінің қызықты тарихына саяхат жасамақпыз. 19 ғасыр Англия. Ауа райы қолайсыз күндері ашық аспан астында теннис ойнау мүмкін болмай қалды. Сөйтіп, ақсүйектер теннисте үй ішінде үлкен үстелде ойнай бастайды. Топтың орнына шарап тығындарды, ал ракетканың орнына темекі қораптары қолданылады. Міне осылайша үстел теннисі дүниеге келді. 1901 жылы ойынды алғаш рет пинг-понг деп атады. Бұл атаудың ағылшындық компания патенттенгеннен кейін Америкаға сатты. Осыдан бастап тейбл теннис атауы ресми түрде қабылданды. Қол үстел теннисі халықаралық аренада 1926 жылы халықаралық үстел теннисі федерациясы ITTF құрылып, сол жылы алғашқы әлем чемпионаты өтті, ал 1988 жылы бұл спорт түрі Олимпиада ойындарының қатарына қосылды. Бүгінде Қытай, Жапония, Германия сынды елдер үстемдік ете бастады. Қазақстан мемлекеті үстел теннисі кеңес заманында дами бастады. Қазір елімізде кәсіби спортшылар, федерациялар және заманауи орталықтар жұмыс істейді. Соның жарқын мысалы Қызылорда қаласындағы жаңа үстел теннисі орталығы. Бұл болашақ чемпиондардың ордасы. Орталықтың ашылғанына көп болмаса да, орталықтан мемлекет аралық жарыстардан орын алып жүрген талантты, дарынды спортшы Аделия есімді спортшыдан сұхбат алып көрдік. Менің атым Аделия, мен спортқа қатысқаныма 3 жыл өтті. Осы спортқа қызығушылығымды алып әке-шешем, және де осы жақта залда қызмет көрсетіп жатқан тренерлерге алғысым шексіз. Мен әке-шешеме рахмет етемін, осы жаққа алып келіп жүргеніне, және де уақыт бөлгені үшін. Мен Өзбекстан мемлекетінде Ташкент қаласында 1-ші орын жүлдегері болдым. Бұл Қызылорда үшін тарихи сәт.
Осы жақында Қарағанды облысында жарыс өтті. Бұл жақтан жекелейді 3-ші орын алдым, парлыдан 3-ші орын алдым, командадан 3-ші орын алдым. Осы Қызылордаға біз 7 медаль алып келдік. Осы үлкен кереметтей орталыққа рахмет айтамын, басшылықтарға, қызметкерлерге алғысым шексіз. Қол үстел теннисі жөнінде қызықты деректер. Білесіз бе, үстел теннисі әлемдегі ең жылдам спорт түрлерінің бірі. Топтың жылдамдығы 100 км/сағаттан асады. Бүгінгі таңда 875 миллионнан астам адам үстел теннисін тұрақты түрде ойнайды екен. Үстел теннисі тек ойын емес, бұл дәлдік, жылдамдық пен ойлау қабілетінің шеберлік мектебі болып саналады. Бүгін ел игілігіне берілген үстел теннисі орталығы сыр спортына жаңа серпін әкеліп, жеңімпаздар сыйлайды деп сенеміз. Сүйікті Қызылордамыздың келбетіне көріп қосатын әсем ғимараттардың қатарын толықтырған орталықтың қолданысқа берілуі баршаларыңызға құтты болсын. Облыстың қарқынды дамуына, қажетті әлеуметтік нысандардың салынуына зор үлес қосқан Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі, басқарма төрағасы Жақыпов Нұрлан Қаршығаұлына және Самұрық-Қазына Траст корпоративтік қордың бас директоры Адиев Альфия Дәулетқалиқызына сырт жұртшылығы атынан ризашылық білдіремін. Сонымен қатар, орталықтың құрылысын сапалы жүргізген Дәнекер жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне алғыс айтамыз. Еліміздің көк байрағы дүбірлі додаларда биікте желбіреп, спортшыларымыз жеңіс тұғырынан көрінсін деді облыс әкімі Нұрлыбек Мәшбекұлы. Түсірілім барысында бір жаттықтырушы кісіні көріп қалдым. Қызылорда қаласы тұрғыны ретінде сол кісімен сұхбаттастым. Есімі Дмитрий. Бұл кісі Қазақстан құрамасы қол үстел теннисінің құрама қатарында беделді жаттықтырушы қатарынан екен. Және бұл кісі Алматы қаласынан осы Қызылорда сыр өңір өлкесіне осы қол үстел теннисінің дәрежесін, беделін көтеруге, осы жас өспірімдерді жаттықтыруға келген екен. Біз сол үшін де мақтан тұтамыз және бұндай жаттықтырушыларды Қызылордадан көбейтуге атсалысуға қала тұрғыны ретінде баршамыз дайынбыз. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласында сол жағалауда көтеріліп жатқан жаңа мөлтек, жаңа қалада бірнеше нысан бой көтеруде. Біз қала әкімдігіне, қала басшылықтарына алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, бізде кезекті бейнежазбамыздың соңында теннис орталығына керемет әсерде болдым. Аделя есімді жасөспірімдер университетін жаңа жетістіктермен танысыватырмыз. Көзайым болып жатсыздар. Алдағы уақытта кереметтей контент видео түсіреміз. Бейнежазба соңында арнамызда 500 мың